Қара, осы жерде жатыр деп едім ғой саған. Маңызды емес. Іздеген кезімде таппаған соң, енді оны тапқаннан бәрібір пайда жоқ. Мені күте тұр, заттарымды жинап алайын, сосын бірге түскі асқа барайық. Джунлинге мұны мен сыйлап едім ғой. Бұрын Джунлин жалғыздықта отырып алқаға көп қарайтын. Бұл әшекейдің ол үшін қаншалықты маңызды екенін түсінетінмін. Жүрегіңдегі ренішті өзің ғана баса алатыныңды жақсы білем. Джунлин екеуміз жетім өстік. Ата-анама мені тастап кеткендер үшін өкпеледім. Өзімізге сенімсіз едік. Үнемі тұйықталып қалатынбыз. Жақын адамдарымызды бақытсыз етуден қорқамыз. Сол үшін де Джунлин Калайды тартып алады деп қорықты. Әсіресе сенен, саған жақындауға жүрексінеді. Қайтадан жүрегін ауыртасың ба деп қорқады. Жарайды. Мен өз айтарымды айттым. Джунлин мен Калай ертең сағат 3-те кетеді. Бәрін сен үшін орындай алмайым. Жақсылап ойлан. Мен кетейін. Анаң мені кінәлайтын болды ғой. Екеуміздің бірге болуымызға жол бермейді. Ештеңе етпейді. Енді шүйге бармайым. Эй, кішкентай мырзам, жетімдердің жанұясы бар балаларға қалай қызығатынын білемісің? Ал сен барыңды бағаламайсың. Жарайды, ойнап айттым ғой. Сен жақсы келін боласың. Анама ұнайтының сөзсіз. Қайдағы келін? Олай деп айтпа. Сен келін боласың. Дұрыстап отыр. Қазір жүреміз. Не болды? Ештеңе, орындығы сәл қатты екен. Байдың баласына қарапайым өмір таңсық шығар. Солай ма? Бәрін өзіңмен бірге көргім келеді. Саған ұшақ ұнай ма, Калай? Ұнайды. Қане? Анашым, менің кеткім келмейді. Калай, айтқанымды тыңдаш. Хан көкемді сағынып кеттім. Калай, біз қайтып келеміз. Қазір бармасақ ұшаққа кешігеміз. Мені құшақташы. Есікті аш. Есікті ашайын. Калай, Аннанға қайтатынымызға қуанбайсың ба? Қуанып тұрмын. Бірақ хан көкемді де сағындым. Ол жаққа хан көкеммен бірге қайтқым келеді. Хан көкеңнің қолы бос емес. Қане, мұнда отырайық. Мына жерге. Рахмет. Өтінем, орындарыңызға жайғасыңыздар. Жарайды.
Калай, бұзық болма. Мұнда не үшін келдің? Бәрін қайттан бастасақ болады. Хан көке, менің айтқанымды тыңдайтыныңды білгем. Мені көке деуші болма. Енді мені әке деп айт. Шын ба? Анашым, хан көке менің әкем болуға келісті. Негізі сен менің әкем екеніңді білгем. Калай, сен сондай ақылдысың. Айтпақшы, Чумо не үшін шығарып салмады? Босай алмады. Сендер атақты режиссер Ван Ваньды шақырып, түсірілімді қайта бастапсыңдар. Сол үшін сенің қақпаныңа түсіп қалды. Чумоны шынымен інімдей көрем. Білем ғой. Сен мынаны ұмыттың. Анамның алқасы ғой. Қане, тағып берші. Қазір. Ақылдым менің. Оны менің рұқсатымсыз шешуші болма. Иә, мырза. Иә, әке. Түсірілді? Жарайсыңдар. Өте керемет шықты. Бәріңізге рахмет. Бәріңізге рахмет. Естуімше Хан Донлай мен Джунлин балайына кетіпті. Қандай жоспарың бар? Жағажайда демалмақшымын. Дұрыс. Ей, менімен барасың ба? Әрине. Кеттік. Қане, бұлай. Кетті, Калай, барып торт жейік. Күте тұр. Бізде маңызды рәсім бар. Джунлин, уәдемде тұра алмадым. Бірақ қандай жағдай болса да, бір нәрсеге сенімдімін. Сен менің мәңгілік ғашығымсың. 6 жылдың орнын толтырып, сенмен бірге қалған өмірімді өткізгім келеді. Жүзік те менің мәңгілік махаббатым екеніңнің дәлелі. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә деп айт. Иә деп айт. Қане. Келіс қане. Келісіңіз. Қане. Қандай керемет. Келіс. Иә, келіс. Келіс. Қане, анашым. Келіс. Келісіңші. Келіс. Сүй. Қане, сүй. Оқиға аяқталады, бірақ өмір жалғасын табады. Ертегіде оқиға үнемі бақытты, ұзақ өмір сүріпті деп аяқталады. Бірақ кейін олар шынайы өмірге тап болады. Өмірде екі адам бір-бірін жақсы көрсе, қанша қиындықтан өтсе де, бақыттары баянды болуы мүмкін.